Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Дәмі өте керемет болып шығатын осындай қайталанбайтын оригинал рецепттегі молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқаға сгущенка құямыз. Содан соң ерітілген сармайымызды құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдық, енді ұн қосамыз және де қопсытқыш қосамыз. Бастапқыда миксерді қоспай кішкене араластырып аламыз. Содан соң барып миксерді қосамыз, себебі ұнымыз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Міне біздің молочная девочка тортымыздың тестасы дайын. Осындай болып шығады. Енді пергамент қағазының 6 данасын осылай дөңгелектеп сызып дайындап қоямыз. Тестамызды бір қасықтан салып шығамыз. Содан соң екінші қайтара тағы да салып шығамыз. Осылай салып шықсақ, бізде тестамыз теңдей бөлінеді. Содан соң лопатканың көмегімен жазып, әдемі етіп формасын шығарамыз. 150 градуста 2 минутта пісіріп аламыз. Күйдіріп алмаңыздар. Енді кремін дайындаймыз. Бізге салқын кілегей қажет болады. Миксердің көмегімен шайқаймыз. Осылай көпіру керек бастапқыда. Кілегейді өзінің формасы ұстағанша, қоюланғанша шайқаймыз. Негізінде көп шайқаудың қажеті жоқ, себебі іріп кетуі мүмкін. Кішкене қоюланған кезде қант ұнтағын саламыз. Жақсылап миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Келесі кезекте сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Тағы да араластырамыз. Міне бізде креміміз дайын. Өте керемет болып шықты. Өзінің формасын ұстап тұр. Енді кондитерлік қапшыққа кремімізді саламыз. Кондитерлік қапшықты осындай бір ыдысқа кигізіп қойып салыңыздар, себебі креміміз түсіп кетуі мүмкін. Енді кождарымызды осылай астын үстіне, үстін астына қаратып, бір-бірлеп орналастырып шығамыз. Мен сияқты осындай кольцо қолданғандарыңыз дұрыс, себебі жан-жағы тегіс біркелкі болып шығады. Крем жағамыз, содан соң тағы да кожымызды саламыз және крем жағамыз. Осылай бір-бірлеп бірінен соң бірін орналастырып шығамыз. Міне мынау соңғы коржы. Крем жағамыз. Тортымыз дайын. Енді бір күнге салафанмен бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бір күн тұрды. Енді бетін ашып, обтяжкамен қаптайтын боламыз. Пышақтың көмегі арқылы осылай жан-жағын ажыратып аламыз. Менде обтяжканың рецебі бар. Описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Қалай қолдану керек, қалай жасау керек, барлығы толықтай түсіндірілген. Енді осы обтяжкамызды торттың жанынан бастап дөңгелетіп қаптап шығамыз. Бетіне де осылай кремін жағып қоямыз. Бізге осындай видеодағыдай шпатель керек болады. Ол торттың жанын, бетін тегіс біркелкі етіп шығару үшін арналған. Шет-шетін жақсылап ортаға қарай тартып тегістеп шығамыз.
Міне біздің тортымыз дайын болды. Бетіне осындай шоколад пен сүт немесе сливкиді қосып, ерітіп, осылай құйсаңыздар болады. Басқаша етіп сәндесеңіздер де болады, әркімнің өзінің қалауында. Біздің тортымыз нәзік, дәмі өте керемет болып шықты. Оригинал рецептпен жасалды. Міне қараңыздар, кесілгендегі түрінің өзі өте керемет болып шыққан. Сіздер де жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Бұл тортты тапсырысқа жасауға да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Сіздермен болған жансая ас болсын.